Сәлем достар, денсаулық зор байлық арнасы. Барлық материалдар тек ақпараттық мақсатта қолданылған. Есіңізде болсын, өзін-өзі емдеу сіздің өміріңізге қауіпті болуы мүмкін. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Қанның қоюлануы адам ағзасына түрлі дерттің дендеуіне әкеліп соғуы мүмкін. Қан ағзадағы ішкі сұйық ортаның бірі. Қанның құрамында негізгі үш элемент бар. Ол эритроцит, лейкоцит және тромбоцит. Эритроцит оттегі тасымалдаса, лейкоцит микробты өлтіреді, ал тромбоцит қорғанысқа жауап береді. Қанды ұйыту да осы тромбоциттің жұмысымен тікелей байланысты. Мәселен, сіз жарақат алсаңыз, жараның бетіндегі қан қоюланады. Мұның адам өміріндегі маңызы өте зор. Себебі жарадағы қан ұю арқылы ағзаны қансыраудан сақтайды. Алайда тамырдың ішінде қан ұйып қалатын жайттар да орын алып жатады. Ол жағдай жалпы қан айналым жүйесіне кері әсер етіп, адам өміріне қауіп төндіреді. Көбінде үлкен кісілерде қан сұйылту үшін дәрігерлер аспирин кардио, тромбоаз және тағы да басқа дәрілерді ішу керектігін айтады. Бұл дәрілердің қайсысын болмасын ұзақ ішкендіктен асқазан мен адам іш құрылысының түрлі органдарына кері әсері де болады. Әсіресе гастрит болуы мүмкін. Негізі дәрілерді пайдалану керек. Бірақ 3-4 ай қабылданған кезде аурудың симптомы білінген жағдайда дәрігерге көрініп, анализ тапсырып білу керек. Егер таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалу керек болады, дейді дәрігерлер. Ал алкогольді ішімдіктер болса, қанды сұйылтып, қайтадан бұрынғы қалпына әкелуі ықтимал. Сол кезде тамырлардың ішінде тромбтардың пайда болуы мүмкін. Негізінен қанның қою және сұйық түрлері болады. Егер қан сұйық болса, ұю процесі ұзаққа созылады. Ондай жағдайда жарақат алған адам көп қан жоғалтуы мүмкін. Ал қан қою болса, адамның есту, көру қабілеті нашарлап, буын аурулары пайда болады. Басы ауырып, аяғы мен қолын басқаруы қиынға түсуі мүмкін. Олай болса, судың қан сұйылтудағы қандай пайдасы бар? Осыған тоқталайық. Таза су алғашқы медицина. Кіршіксіз мөп-мөлдір сұйықтыққа бар тіршілік тәуелді. Сусыз өмір жоқ. Барлық тіршілікке нәр беретін судың адамзат өміріне алатын орны ерекше. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішіңіз. Талай аурудың алдын аласыз. Егер қан сұйылтуда дәрілерді ішкіңіз келмесе, сіздерге дәрісіз өзге де тәсілдер бар екенін айтқым келеді. Бірінші әдіс өте қарапайым. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді, ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеліп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Ғаламторда көпшілік арасында 3-4 литр су ішу керек деп жатады. Ол дұрыс емес. Адамға күніне 1 немесе 1,5 литр су ішсе, сол жеткілікті болады. Бұл әрине таза су болуы керек. Сіздің ішкен шай, кофе, шырын секілді жалпы сұйықтықтарыңыз саналмайды. Егер суық су ішкіңіз келмесе, үй температурасында жылы суды ішуге болады. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға 1 стакан су ішуден бастау керек. Қарапайым мысал, егер сіз бір жеріңізді кесіп алғанда немесе анализді саусағыңыздан қан алған кезде қанның қою қара қошқылдау болып тез ағып кетпей бүлініп тұратындығын байқауға болады. Бұл қанның құрамындағы гемокротиттің жоғары екенін көрсетеді. Екінші, мысал, кофе мен алкогольді ішімдікті аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, ол қанды қоюландырады. Арақ, шарапта қанның қоюлауына әкеліп соғады. Олар қан тамырларының атеросклероз пайда болады. Тұздалған көкөністерді көп жемеу керек. Кептірілген қышқыл тағамдар да адам ағзасына зиян. Сондықтан олардың белгілі бір мөлшерде қолданған дұрыс емес. Қимыл әрекет жасау, спорттың жеңіл түрмен айналысу, жайлап жүгіру мен жүру, жатар алдында таза ауада серуендеу сіздің ағзаңызға өте пайдалы екенін ұмытпағайсыз. Біздің денеміздің 70% судан тұрады. Ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға ғана азайса, күш қуатымыздың 20%-ға әлсіреп кететіндігін дәлелдеген. Бар жоғы 1-2 жұтым су күйзеліспен шаршағанды басып, орасан күш береді. Сондықтан алмасу жүйесі мен қан жүйелері судан тұратындығын ұмытпағанымыз жөн.
Тағы да қан ұюдың бір емі сүлік салу. Сүлікпен емдеу әдісі көптеген жылдар бойы қолданылып келеді. Бұл жәндікті ем ретінде біздің заманымызға дейін 2 ғасырда пайдаланғаны жайында жазылған. Қазіргі таңда сүтқоректердің 400-ге тарта түрі бар, алайда олардың ішінде медицина сүлігі ғана емге пайдаланылады. Сүлікпен емдеу тәсілі заманауи емдеу тәсілдерінің ішінде бірінші деңгейде орын алады. Сүлік салу ол медицина тілінде гирудотерапия деп аталады. Сүліктің өзінің қанды сұйылтуға арнайы бөлінетін ферменті болады. Соны сүлік қанға шашады. Сүлік салар алдында анализ тапсырып, қанның құрамындағы гемоглобин, эритроцит, тромбоциттерді анықтау керек. Анализ дұрыс болмаса, сүлікпен емдеу тәсілі қолдануға болмайды деп кеңес береді дәрігерлер. Қандағы сұйылуды тағы да бір емдеудің жолы дәрілік шөптер көмегімен сұйылту болып табылады. Адам ағзаға өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалардың жөні бір басқа. Адам баласы өсімдіктерді сонау көне дәуірден бастап күні бүгінге дейін қажетті жаратып келеді. Әсіресе халық емшілігінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығынан дәрілік заттар алынады екен. Көбінесе кейбір адамдар шөпті жеңіл санап дұрыс ішпейді. Егер шөпті дұрыс біліп ішпесе, керісінше әсері беруі мүмкін. Қанды қойылтып жіберу де ғажап емес. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. Қанды сұйылтуға 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі қош иісті өсімдік, түйе жоңышқа, донник және ақталдың қабығы. Екеуі де біздің елімізде бар шөптер. Дәріханадан алып қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайталау керек болады. Тағамға сарымсақ, аскөк, балдыркөк және ақжелкенді қосып жесе, ол да адам ағзасына пайдалы дейді дәрігер мамандар. Ақжелкен өсімдігін әдетте салат немесе тағы да басқа тағамдарға әдемі етіп көрсету үшін пайдаланады. Жарты кесе ақжелкеннің құрамында күндізгі нормадағы А дәруменінің 100%, В дәруменінің нормадағы шамамен 10% және С дәруменінің күндізгі керек болатын 50%-ын ала аласыз. Екіншіден, қан диабетін шалдығуының қаупін төмендетеді. Мұзжидек жемісі қиыр шығыс пен ТМД Сібір елдерінде көптеп кездеседі. Ылғалды, шымтезекті және батпақты жерлерде өсіп, қыркүйек айында піседі. Мұзжидек шырыны глюкоза мен фруктозаға көп мөлшерлі пектин мен калий тұзына бай. Жидек бойында С витамині бар. Ол сондай-ақ күзгі ауруларға таптырмайтын ем. Қанның қойылуының бірден бір себебі ол күйзеліс. Күйзеліс адамның жұмысында қарым қабілетті мен айналасында өзара байланысты өмір сүру сапасына айтарлықтай әсер етеді. Депрессияның ең ауыр формасы адамның өзін-өзі қол жұмсауына дейін алып келуі мүмкін. Сонымен қатар күйзеліс қанның қойылуының да үлкен себептерінің бірі. Күйзелістен арылу үшін тыныштандыратын шөптер, шегін шөп, тау жалбызы және долана тұнбаларын ішіп отыру керек. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Денсаулықтарыңызды әрдайым сақтап, өзіңізді күтуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған денсаулық зор байлық арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.